әлем деңгейдегі ашылған жаңалықтарды Қазақстанда өзіміздің ғылыми мекемелер мен университеттердің өзі сараптамадан өткізіп, жаңа ғылыми ізденістер пайда болады деген көзделуде. Жалпы заң жобасының шеңберінде мемлекет басшысының инновациялық инфрақұрылым, ол бизнес-инкубаторсы, жаңа инновациялық жобаларды университет жанында қалыптастыру, ол үшін ғылым қорының функциясын күшейтіп, соған жаңа функциялар көзделіп отыр. Осылайша коммерцияландыру бағыты кеше өздеріңіз білесіздер, үкімет отырысында жан-жақты талқыланды. Ол алда тұрған басты мәселелердің бірі. Бірден бірі ол инновация дегеніміз тек қана біздің тарапымыздан ол ғылымға сүйенген инновация, яғни тереңдетілген диптех жобалары экожүйесі қалыптасу керек. Яғни әрбір ғылыми ізденіс нәтижесінде табылған жаңа үйім, өнім болатын болса, ол нақты өндірістің өзінің келешектегі құндылығына, жаңа өніміне өзінің тікелей ықпалын тигізеді. Енді ұйымдастырушылық, басқарушылық, кадрлық, тағы басқа шараларға қатар ең маңызды бір бағыт, ол біздің өзі жаңағы жұмысымызға жетпей тұрған қазіргі кезде ол ақпараттық талдамалық қамтамасыз ету. Бұрында ол мекеме болған болатын, Казгосенти деп аталатын. Қазіргі таңда соны қайтадан жандандырып, президенттің тапсырмасы бойынша осы жаңағы заңнаманың ішінде керекті тетіктер ұсынылып отыр. Нәтижесінде келешекте сол ғылыми техникалық ақпарат орталығы қайтадан құрылатын болады. Енді ғылымды ынталандыру мақсатында Қазақстанның ғалымдарын тұрғын үй сатып алуға немесе тұрғын үй жағдайларға жақсарту құқық беру бөлігінде бірқатар түзетулер көзделген. Нәтижесінде өздеріңіз байқап отырғандай, қазіргі таңда осы ғалымдар саны жылдан жылға азайып келе жатыр. Бастапқы себеп соңғы жылдар қаржыландыру аз болғандықтан да, бірақ енді осы тікелей мемлекет басшысының тапсырысының негізінде соңғы 2 жылдың ішінде қаржыландыру көтерілді. Сол қаржыландыру қазіргі кезде ғылыми ұйымдармен бірге ғылыми жаңағы группаларға сәйкес ортаға жеткендіктен жастар қайтадан ғылымға қалуға ынталанып, сол әлеуметтік жағдайы көтерілуде. Жалпы заң жобасы жан-жақты мемлекет деңгейінде талқыланды, мемлекеттік органдармен талқыланды, президент әкімшілігімен атамекен ұйымымен сәйкес келісілді. Заң жобасын қабылдау және өздеріңізді сол қолдайды деп ойлаймыз. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса айтуға дайынмын. Рахмет баяндамаңызға Дархан Жұмақанұлы. Құрметті әріптестер, енді сұрақ беру рәсіміне көшейік. Депутат Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы. Рахмет Асхат Қанатұлы. Құрметті әріптестер, менде бір 2-3 сұрақ бар. Енді өздеріңіз жаңа көрсеттіңіздер, мына көрсетілімнен бірнеше заңның басын біріктіріп, бір заң жасап жатырмыз. Енді өзіңіз жақсы білесіз, мына 2015 жылы ғылымды коммерциялау жасау жөнінде заң қабылданды. Қолық 8 жыл өтті. Менің білейін дегенім, біріншіден сол заңның нәтижесі болды ма, болса қандай нәтижелері болды, неліктен осы заңға бұны сіздер біріктіріп жатсыздар. Екінші мәселе, біз ғылымды статистикаға байлап тастаған сияқтымыз. Қазір ғалым деп, егерде Скопус сияқты халықаралық базаларда цитированиесі болмаса, оны біз ғалым деп есептемейміз де. Ал ғылым дегенне ол өзінің шығарған мақаласының санына байланысты емес, сапасына байланысты. Кезінде Долежел деген еңбегерін алған 2 рет атақты ғалым. Бар болған 28 бетпен техникалық докторлық диссертациясын қорғаған. Кутюдалазы 1 линиямен ғана атын шығарған, өзінің критерийсін жасап. Сол мәселені бұл сіздердің қазір беріп жатқан, мына ұсынып жатқан заңдардың шешемі. Үшінші айтайын дегенім, ғылым қоры көптеген осы ғалымдардың тарапынан наразылықтар бар, ашықтық жоқ. Бұрыннан алып жатқан азаматтар ала береді. Алынған қаржының нәтижесі өндіріске енгізіліп жатқан, немесе жалпы қолданысқа пайдаланып жатқан фундаменталдық қолданбалы ғылымның нәтижелері аз. Біз тек аз уақыт айта береміз. Басқа қандай нәтижелері бар? Соны шеше ме? Бұл жаңа сіздердің ұсынып отқан заңыңыз. Ең соңғы 4-ші мәселе. Біз ғылым мен өндірісті байланыстырамыз деп Совет үкіметінен бері айтып келе жатырмыз. 30 жыл тағы айттық. Мына жерде тағы соны көріп отырмыз. Слайдтарыңыз әдемі. Осы өндіріс, мен өзім ғалым болғасын айтып отырмын. 7 кругов ада дейді ғой. Ғалым өзінің инновациясын өндіріске енгізу үшін бүкіл ненің бәрін өтіп шығады, проблеманың бәрін. Бір ғана технологияны енгізу үшін өндіріске
үлкен препондар бар да, баррельдер бар. Осыны мұны шеше ма? Біздің ертең мұнай компаниялар бар, жер қойнауын пайдаланушылар бар, басқа да ірі компаниялар бар, бизнес ірі өкілдері бар. Осы сіздердің мына алып келіп жатқан заң жобасы осы мәселелерді шеше ма? Нақты қандай осы қазіргі қолданыстағы заңнан өзгеше сендер ұсыныс енгіздіңдер? Ертең біздің ғалымдардың, осы жап-жаңа мен 2-3 адаммен кездесіп келіп отырмын. Әр жерге бар басын соққан өзінің ғылыми жетістіктерін ендіре алмай жүр. Біздің ғалым не істейді? Жүреді, ең соңында болмағаннан архивке тастайды, өзінің шаң-шаң қылып, немесе басқа шетелге кетіп жатыр. Біздің разработкалар. Осы мәселені шеше ме сіздің мына алып келіп отырған заңыңыз? Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден енді шынымен заң 2015 жылы қабылдағаннан кейін, ол алдындағы 2013 жылы қабылдаған заңның келесі бір деңгейі болатын. Өйткені өздеріңіз білетіндей, бұрынғы Совет үкіметінде қалыптасқан ғылыми мектептердің нәтижесінің арқасында біздің Қазақстанның ғылымы қазірде өмір сүріп келе жатыр. Оның көпшілігінде өзіміздің қазіргі ғалымдарымыз бар, академиктер, докторлар болсын, солардың жетістіктері де бұрынғы тұрғыда теоретикалық тұрғыдан болатын болса, соларды бір қадам жаңа қолданбалы деңгейге жеткізу, ол бірден бір мақсат болды. Сол үшін 2015 жылы коммерцияландыру заңы қабылданды. Нәтижесі қандай деп айтуға болады? Заң қабылданғаннан кейін 2016-2017 жылдары қаржыландыру бөлінді. Алғашқы жобалардың нәтижесі әрине ол жерде тек қана ғылыми мектептің жаңағы бір белгілі бір тұлғаның ғалымның нәтижесі емес, оған сәйкес қоса қаржыландыру көзделген болатын. Яғни сондай бір серіктестер табу керек болатын. Серіктестер кейбіреулер таба білді, кейбіреулер таппады. Бірақ тауып шынайы өздерінің өнімдерін бір белгілі бір шығару деңгейіне жеткізе алса, солардың өз сатылымдары бар. Ол сатылымдарды әрине әртүрлі немен бағалауға болады. Біріншісі төлеген салық арқылы, салықтың енді өзіңіз білесіздер, ол тікелей продажа дейміз ғой, тікелей сатылымдар бар, керек болса сол туралы ақпарат берейік. Ал енді одан кейінгі 17 жыл, 18 жылдары қаржыландыру тоқтатылды. Дәл сол 2022 жылы қаржыландыру қайтадан басталды. Өз Асхат Қанашев кезде өз басшы отырған кезде соны қайтадан бастамаға салып қаржыландыру көзі пайда болғаннан кейін соңғы жылдары жылына 70-тей жоба жеңіп жатыр. Нәтижеге қарайтын болсаңыздар, оның ішінде тек қана бір бағыт емес, көпшілігінде 30%-дан көбі ауыл шаруашылық жобалары, одан кейін медицина, одан кейін IT. Енді екінші сұрағыңызға келгенде, статистика бойынша мен өзімен бірге әне жерде каталогты алып келіп, егер көрсетуге болады, қазір фонд наукиның қандай да бір жетістіктерін көргіңіз келсе. Екінші статистикаға. Әрине ғылыми жетістік деген өзі бағалау өте қиын. Көпшілігінде бұрындағыдай Совет үкіметіндегідей монографиямен қорғалған жаңағы ғалымдардың оқушыларымен бағалауға болады. Соңғы жылдары біз енді әлемдік ғалымның бір бөлігі болғандықтан сол 2010 жылдан бастап жаңа үрдіс пайда болды. Ол Scopus жаңа басылымдардың саны. Әрине бұл жерде қолдайтындар да бар. Өйткені дәл сол математика бағытталатын болсақ, ол тек қана Қазақстандағы ашылған теорема, тек қана Қазақстанда ашылып бағаланбау керек. Ол әлемдік деңгейде өзінің орнын ала білу керек. Дәл сол сияқты химия, жаратылыстану бағыттары бойынша. Бірақ айта кету керек, бұл жерде әлеуметтік бағыт бойынша немесе өзіміздің қазақ тілі тарих болған кезде кейбір ұсыныстар келіп түсіп жатады. Соны тек қана халықаралық дәрежедегі басылымдар емес, ішкі өзіміздің зерттеу деңгейін бағалап, конкурс журналдары шықса болды. Заң жобасы бойынша нақты айтсаңызшы, Scopus'ты мысалы гуманитарлық басқа да бағыттар бойынша Scopus қажет емес деген осында норма бар ма, жоқ па? Қазір ол жерде ол норма жоқ. Қазіргі кезде ондай норма жоқ. Ол норма әзірше жоқ. Ол бір коммерцияландырудың ашықтығын қамтамасыз ету бойынша жаңа тәсілдер, нормалар бар ма? Енді ол бұрынғы заңмен сіз оны жоқ қылып бұрынғы заң жоқ қыласыз, қазір жаңа келіп отырсыз. Сол ана заңнан өзгеше не бар? Себебі ол заң жұмыс жасаған жоқ, мен оны білемін. Жаңа айтып кеттім ғой, өзгеше не бар екенін. 6-7 нәрсені айтып бердім, өзгеше не бар екендігін. Енді мына ғылым қорының өзінің жұмыс айқындалған сөзді жаңа заңның ішінде. Енді әртүрлі көзқарастар бар. Мәселен, оның ішінде сол ғылым қорының жобалары тек қана ғалымдармен емес, бизнеспен де бағалансын деп. Ол бағалау жүріп жатыр қазірде. Бірақ енді келесі бір деңгей венчурлық қаржыландыру. Сол жаңа тетік ретінде сол ғылым қорының ішінде көзделген. Ол нақты норма. Ал енді ғылым өндірісімен байланыс деген кезде
Ол байланысты екі жақты бағалауға болады. Біріншіден, қаншалықты ғылыми ізденіс жақын өндіріске енгізуге. Сол үшін мен және айтып кеткен трейл деген нәрсені соны біз ұсынып отырмыз. Ол technology readiness level деген, ол Қазақстан деген емес, НАСА, Евросоюзде бәрінде пайдаланып жүр. Оның ішінде алғашқы 4 деңгейі ол іргелі зерттеу, фундаментал зерттеулерді бағалайды. Сонан кейін 5, 6, 7 деңгей ол қолданбалы зерттеу, 8, 9 ол нақты коммерцияландыру деңгейі. Сөйтіп біз технологиялық саясатқа жаңа бір қадам жасауға ұсыныс беріп отырмыз. Ол жаңа. Еділ Терекбайұлы, қосыңыз. Мен айтайын дегенім, жоқ, ол бәрі жаңға бәрін жаза беруге болады. Слайдқа да әдемілеп көрсетуге болады. Оның бәрімен танысып шықтым. Вот мысалы қарапайым пример. Мына депутат, ертең депутат аяқталады, ғылыми бір жаңалығын алады да, құмкөлге апарып енгізгісі келеді. Дұрыс, дұрыс. Құмкөл, оны жаңағы мотивация бар ма оларға? Ертең бұның ендіретін өндірісі мұнайдың сапасын жақсарту мүмкін, немесе оның тұздылығын азайту мүмкін, немесе жаңағы жанып жатқан пештерде горелкілерді экологиялық жағын тазарту мүмкін. Қазір апарсаң, сені о жерде отырған өндірістің басшысы қабылдамайды. Сен оған или взятка беруің керек. Или ол сені вообще маңына жолатпайды, басымда қатырмаш дейді. Мен өзім жаңа добычым бар, менің сол объемын жасауымыз керек, маған ғылымның ештеңе қажет жоқ дейді. Мына сіздің беріп отқан заңыңыз, сол алып барған ғалымды қабылдап алып, соны өндіруге, өндірістің басшылары жаңа ынталы бола ма? Әлде бұл тек жазылған норма ма? Біз мәселе сол, ертең қабылданғаннан кейін ол норма жұмыс жасау керек қой, заң жұмыс жасау керек қой. Бізге өндіріске енгізуіміз керек ғалымдардың жұмысын. Венчурный дейсіз, венчурный деген фонд баяғыдан болды, ешқандай жұмыс жасамайды. Неге? Жасап атқан жоқ қой, жасаса бізде инновация жөнінен жұрттың ең соңында салпақтап жүрмейміз ғой. Сен деген бәленбай жыл жұмыс жасап атсыз, сіз деген министерство жаңа ғылым министрлігінде сіз Ахмет Закисіз ғой да, сол ма мына кісі? Ешқандай результат жоқ қой ғылымнан. Қай жерде сендер көрсетіңіздерші ғылымды? Қазақстанның ғылымын. Казбактан басқа не көрсете аласыздар? Я теоретически бар шығар жігіттер математиктердің. А ол прикладного характера, технология дамыту керек. Ешқандай ештеңе жоқ. Ескі технологиямен отырмыз. НТТ-ні жақында ғана үкімет бекітті. А сіздер мына заңын бізге не берейін отырсыздар? Айтыңызшы. Мынандай болады, мынандай нәтиже болады деп. Нақты заң жобасы бойынша жалпы бұлай мәселе туралы, проблема туралы бүгін дискуссия емес. Заң жобасының шеңберінде бар ма, жоқ па, бітті. Енді бұлай ғой, негізі мына үлкен ғылым ғалымдар шақырылып ол топтың деңгейінде 1 қыркүйекте бізде негізі 88 баптан тұратын жаңа заңдаманы әзірлеген болатынбыз. Соның ішінде сіз айтып отырған жаңағы ғылыми деңгейі қандай өнім, наукоемкая продукция деп. Жаңа өзіңіз айтып отырғандай сұраққа, сол сұрақты сол кезде енгіздік. Өкінішке орай, ол жерде көпшілігі нақты өндірістің өзінде талап ететін болса, Құмкөл болсын, немесе Ақтау болсын, Жаңаөзен болсын, оның ішінде қалыптасқан мұнайшылардың өздерінің мәселелері баяғыдан белгілі. Яғни олар жер қойнауын пайдаланушы ретінде 1%-ді бөліп отыр жылда. Көпшілігінде ол ішкі өзінің ұлттық компанияның ішіндегі ғылыми зерттеу институттарына содан кейін белгілі бір тапсырыс ретінде жасалады. Дәл сол нормалар осы заңның ішінде де бар. Біріншісі учет, регистрация. Өйткені осыған дейін бір жыл 1% қайда кетіп жатқандарын, оның қандай деңгейде кім қандай зерттеу нәтиже алып жатқанын ешкім білмейді. Соны біз айқындау үшін көрсетіп отырмыз. Ал енді жаңа қойып отырған сұрақтың ар жағын айтып берейін. Бізде енді іргелі ғылымды жоққа шығара алмаймыз ғой. Ол бәрі керек, физика, химия, биология. Бірақ оның ішінде инженер техникалық ізденіс болса, бүгін таңертеңгіні үкімет деңгейінде кәсіпкерлердің жаңа кеңесі болды. Соның ішінде мына солнечный жаңағы аппаратура шығаратын өзіміздің фонд наукидің жаңа жеңімпаз сол жерде өзінің продукциясын ұсынды. Ол нақты өндіріс болып кейін экспортқа шығады. Ол бір күн ішінде бар. Бұл заң жобасында жоқ, бірақ енді тиісті енді айтып отқаны мынау ғой. Біраз министрліктің ойлары болды. Бірақ заң жобасын енгізгенде ол мәселелердің барлығы толығымен енген жоқ дейді. Енді бұлай біз тікелей өзі төте нақты мәселені айтқанда сондай. Қысқандай бір сұрақ көрейінші. Біз мына өндіріске ғылым жаңалықты енгізсе бір, оларға стимуляция жасайтын бір жеңілдіктер, преференциялар бере аламыз, сондай заттар қарастырылған ба? Заң жобасында. Заң жобасында. Негізі жалпы келгенде қарастырылған болатын бірінші нұсқасында. Бірақ ол біздің басқана сенаторлардың заңнамасында ескерілген, салық заңының сәйкес оның ішінде шегерім бар. Дархан Жұмақанова, нақты заң жобасында бар ма? Дәл осы заң жобасында салық шеңберінде жоқ, бірақ басқа заңда ол бар.
Жарайды. Міне нақты ғой, иә. Заң жобасы бойынша өте дұрыс айтып отыр Еділ Терекбайұлы. Егер бизнес қолдасын енгізсін десек, онда бизнеске бір ынталандыру мәселелері болу керек. Шегерімдер болу керек, басқа да преференциялар болу керек. Ондай преференция болмаса, егер ондай тәсілдер болмаса, онда қалай мәселе іске асады деген мәселе Бұл ғой. жерде негізгі Депутат Әбенов Мұрат Абдуламитұлы. Құрметті әріптестер, заң жобасын қарап шықтым. Енді бұл заңнан көп өзгерістер күттік, шын айтқанда. Жалпы бірінші жобасын қарап шыққан кезде, мынау бұрынғы бір, маған дейін айтылма білмеймін, бұрынғы заңдар бір-біріне қосып, сол мәтін 80% бұрынғы бір қалып қойған сияқты. Мен бір нақты бір-екі сұрақ қойайын деп, енді бірнеше жыл мен әртүрлі комиссиялардың өкілдері болдым. Мен көп айтатын мәселе біреу. Біріншісі, мемлекеттік енді тапсырыспен ғылыми зерттеулер жасалады, бірақ соның ішінде мемлекеттік сатып алу мәселесі. Көп ғалымдар айтады, жаңа технологиялар алуымыз керек. Ақшаға берген ақшаға біз бұрын кездеспеген, Қазақстанда жоқ технологияларды алып, соны лабораторияға пайдалануымыз керек, бірақ мемлекет тапсырыспен беретін болсақ, ұзаққа кетеді. Уақытымыз кетіп қалады. Біз ол затымыз келем дегенше, тапсырыс бойынша уақытымыз жоғалтамыз, ертең нәтиже бере алмаймыз деді. Бұл мәселе неге қаралмады? Немесе қандай жолдары бар? Қалай ойлайсыздар? Екінші мәселе, енді біз мемлекеттік деңгейде қаржыландыруды бәрібір игере алмаймыз. Толығымен Қазақстан өкінішке орай көп мемлекеттерден артта. Қазір бюджеттен, мысалы, дәл осы заңмен қанша пайыз бюджет ВВП-ден қаралады, соны бір шамасын айтып берсеңіз, мысалы, дамыған мемлекеттерге 5%-ға дейін, 3%-ға дейін, мысалы, жоғары кетеді. Мысалы, бірақ көбісі қазір Америкада да, Қытайда да жеке ақшаның төңірегінде кетеді. Бірақ оған салықтық жеңілдіктер керек. Мысалы, бизнес білетін болса, салықтан жеңілдік керек, біз онда өз ақшамызды ғылыми зерттеулерге саламыз, инновация саламыз. Бұл байқамадым, ішіне іздеп көрдім, күтіп ем, сондай өзгерістер болады деп, оны байқаған жоқ. Бұл осы негізгі осы екі мәселе бойынша көзқарастарыңыз. Мысалы, осыдан өзгергеннен кейін қаржыландыру өзгере ме, өзгермей ме? Қаржы аз болса, мемлекет өз тарапынан бере алмайды ондай ақшаны. Енді сосын академия наук бойынша маған да түсініксіз. Ол қалай шешеді? Мына жерде конкурстың мәселесін қалай араласады? Ол ертең бір монополист болып, бүкіл комиссияның орнына ішіндегі таңдалған академиктер ғана шешпей ме, ертең сыбайлас жемқорлық тудырмай ма деген, мысалы, менде күмән туындап жатыр. Сұрағыңызға рахмет, Мұрат Абдуламитұлы. Біріншіден, мемлекеттік сатып алу заңынан тыс туралы тетіктер бұрынғы заңда да болған, ол қазіргі заңда да бар. Яғни, мына мемлекеттік қаржыландыру, грант қаржыландыру болсын, нысаналы қаржыландыру, оның бәрі ескерілген. Ол нормаларды осы қаржы министрлігінің қолдауымен қалдырдық. Екінші сұрақ, жаңағы өзіңіз айтып кеткен жалпы ішкі өнім. Енді белгілі, әлемдік компания, әлемдік елдердің бәрінде 3%-ға дейін құрайды. Қазіргі таңда бізде Қазақстанда 22 жылдары 0,12 болатын болса, жалпы 1%-дің өзі 1 триллионнан шамамен сәл асып түседі. 1% дегеніміз. Сонда қазіргі таңда бізде биылғы берілген 200 миллиардтың ішінде, өздеріңіз ойлай беріңіз, 0,2. Ал енді қосымша қайдан ақша келеді? Өйткені негізгі мақсат 1%-ға дейін жеткізу керек қой. Өзі кешеде, бүгінде сол туралы талай талқылаудың үстінде бірақ сұрақ туындайды. Ол тек қана мемлекет қаржыландырмау керек. Ол жаңа сіз айтқандай кәсіпкерлік қаржы болады. Кәсіпкерлік қаржының ынталандыру жүйесі, өзіңіз айтып отырғандай, салықтық жеңілдіктер, шегерімдер, оның бәрі болған, бірақ сол ұстанымды талқылаған кезде өзіміздің үкімет деңгейіндегі бірден бір ұстаным алдындағы сенаторлардың ғылымында заңдамасына қолдағандықтан осы заңдамаға ұсыныс ретінде берілді. Бәрі бір-бірін қосатын идеология. Арттан сыртқа қалған нәрсе жоқ. Үшінші сұрақ. Енді ұлттық академияға байланысты қарайтын болсақ, ұлттық академия акционерлік емес, коммерциялық емес акционерлік қоғам болғандықтан ол қазіргі жұмыс істеу деңгейі қолайсыз болды. Сондықтан қазіргі ұсынып отырған жаңа жоғары ғылым ұйымы, ол енді әрине бұрыннан бері қалыптасқан академияның дәстүрін сақтап қалатын 2-3 негізгі идеологиялық компонентісі бар. Біріншісі өзіңіз білесіз, жалпы академиктердің жаңағы кеңесі, одан кейін қамқорлық кеңесі деген сияқты. Бірақ түбінде қалай ол қатысады? Мен бағана айтып кеттім,
нысаналы қаржыландыру жаңағы тапсырмалары қазіргі таңда министрлігінің деңгейінде ол комиссиямен шешіледі. Қаржыландыру керек пе, керек емес пе? Жоғарғы ғылыми техникалық комиссияға шығар алдында. Енді сол жоғарғы комиссия техникалық комиссия шығар алдында оны біз ұлттық академияға жібереміз, содан кейін барып оны арғатай қаржыландырамыз. Ал енді сіз айтып отырған, күмәнданып отырғаныңыз ол дұрыс. Бұрындағыдай академия наук өзі жаңағы сараптама өткізіп, әр қаржыландыруды былай жасау керек, былай жасау керек деген ондай ұғым жоқ. Сол бұрынғы сараптама жасау, оның ішінде іріктеу, оның бәрі ұлттық жаңағы техникалық орталықта қалады. Мен бір нақтыласам, жаңағы сіз айтып өткен мәселе жалпы ғой енді. Қандай механизмдер бар? Мысалы, мен енді бірнеше жыл осы ғылыми институттардың басшыларын ауыстыру, тағайындау комиссиясында болдым. Үлкен кісілер, көбінесе бұрыннан істегендер жастарға бір жол бермейді. Комиссия мүшесі болып алады, барлығына соавтор, басқа қаржылар. Мен жерде жас ғалымдарды қолдау институтын көрмедім. Ал мысалы академияны күшейтіп жатырмыз. Бір қарама-қайшылық жоқ па? Мысалы президент айтады, жастарды тартуымыз керек, жас ғалымдарды тарту керек. Біз академияны күшейттік, бірақ механизмдер көрінбейді да ертең шешім қабылдағанда. Сыбайлас жемқорлық болмайтын, үлкен кісілердің өзін дегеніне жеткізіп, жастарға жол бермей қоятын. Енді дұрыс айтасыз, ол өте орынды ұсыныс, жастарды қолдау керек. Жастар болмаса, науку делают аспиранты деп бекер айтылмайды, ол жастарды қолдамаса жаңа мектептер арғатай жалғаспайды. Енді қазіргі таңда енді үлкен ағаларымыз, асыл текті буынды ағаларымызды жоққа шығара алмаймыз. Дәл сол философия кез келген бағыттар бойынша алдында қалыптасқан ғылыми мектептің басшылығында тұр олар. Қазіргі таңда олардың өздері де келесі буынды тәрбиелеу үстінде. Жаңа осыған дейін айтып өттік қой. Жас ғалым норма бар ма, жоқ? Ол норма тікелей мережеде жас ғалымдар болсын деген норма жоқ, бірақ қана тұрғын үймен қамтамасыз етуде норма бар. Ол әлеуметтік кепілдік. Жақсы. Құрметті әріптестер, тағы да Дархан Жұмақанұлы. Міне бізде заң жобасы бар. Біз бүгін басқа түкті талқылап отқан жоқпыз. Осы нақты заң жобасы. Нақты айтсаңызшы, мына мәселе заң жобасында шешілді. Мына мәселе шешілген жоқ, құрметті депутаттар, жұмыс тобының отырысында бұл мәселені қарайық деп. Мемлекеттік сатып алу туралы жаңа өте дұрыс айтып отыр. Өйткені мемлекеттік сатып алу туралы заң бойынша ғалымдарымыз өте қатты қиналуда. Қиналып жатыр. Өйткені олар бір реактив алу үшін бір жыл күтеді. Тіпті кейбір уақытта сол сапалы реактивті де ала алмайды олар. Сондықтан мысалы біз мемлекеттік сатып алу туралы заңға бөлек түзету енгіздік, бірақ бұл заң жобасында ол мәселе өкінішке орай қарастырылмаған, бұл үлкен мәселе. Ол дұрыс айтып отыр жаңа. Жастарды қолдау бойынша да, мынау қолдау тетіктері бойынша да мына жерде өкінішке орай әзірше декларативті нормалар қарастырылған. Үйді мемлекеттің беретін бағдарламаларын шеңберінде қарастыру дейді. Ол бұнда бұл норма жазылмаса да ол алады. Жазылса да алады. Сондықтан бұл жерге бір жастарды қолдаймыз десек, нақты бір тәсілдер қарастыру керек еді. Міне Мұрат Абдуламитұлы осы мәселелер туралы нақты сұрақ қойып отыр. Сондықтан Дархан Жұмақанұлы, біз бұл жерде сізге ешкім сізді сынау үшін айтып отқан жоқ. Бұл жерде заңның таныстырылымы. Біздің депутаттар қазір қарайды, сосын заң жобасына түзетулер енгізеді. Міне сол үшін. Мынау бар ма? Біз ұсыныс берейік. Жоқ па? Жоқ. Иә, сосын ұсыныс берейік. Солай ғой. Салық бойынша да, мысалы, біз ұсыныс берейік. Иә, салық болмаса, онда салыққа тиісті түзетулер берейік. Ол сізденше заң жұмыс істемейді ғой. Жақсы, құрметті әріптестер, депутат Бейсенғалиев Берік Тұрсынбекұлы. Так, уважаемый Дархан Жұмақанович, вот в данном законопроекте в статье 55 для научных работников предлагаются доплаты за ученые степени, отпуска, жилищные кредиты. Ну, это хорошо, конечно. Но все это почему-то только для, цитирую, научных работников государственных научных организаций и государственных организаций высшего и послевузовского образования, выполняющих государственный заказ на проведение научных исследований из государственного бюджета. Я специально посмотрел статистику. К сожалению, за 23 год еще нет, но за 22 год из затрат на науку только 45%, 44,5% даже освоены через государственные организации, а 53,5% через частные. И по распределению ученых по организациям, если смотреть, по формам собственности, аналогичная ситуация, так, в такой же пропорции. Тогда получается более 50% наших ученых, занятых в негосударственных организациях, не получат эти социальные выплаты, хотя они выполняют те же задачи одинаковые, что и ученые из государственных организаций и государственных вузов. Понимая, что это связано с бюджетными расходами, хочу все равно там акцентировать внимание.
что деление научных организаций и ученых на государственные и частные на законодательном уровне выступают значительным тормозом для продвижения государственной научно-технологической политики, где генеральная цель – развитие науки в Казахстане вне зависимости от форм собственности. И любой дипломированный ученый, любая аккредитованная организация должна иметь возможность получать законные преференции, без ущемлений. У нас понятие государственной политики понимается часто искаженно, как будто только государство направлено только на государственное. На самом деле это политика государства по развитию отрасли или направления, и это независимо должно быть от форм собственности. В связи с чем 3 вопроса. Что является критерием для получения доплаты за ученую степень и ученое звание? В законопроекте у вас четко прописано, что это наличие диплома. Тогда возникает второй вопрос. Если это так, то при наличии диплома научный работник негосударственной организации сможет ли получать доплату за свою степень и за свои звания? Если сможет, то за счет каких источников? И третье, почему социальный статус ученого, его доплата, льготы по жилью и так далее должны зависеть от форм собственности научной организации. Еще раз хочу повторить, что более 50% наших ученых находятся вне государственных организациях. Спасибо за вопрос. В целом, конечно, мы живем в рыночной экономике, и идеология реализации научно-технической деятельности, как государственными и частными организациями, она в целом одинакова, потому что все получают аккредитационное свидетельство. Но мы должны понимать, что бюджетные средства, во-первых, ограничены, как это правильно заметили, и НИИ, которые сейчас государственные, они начнут получать в рамках фундаментальных научных исследований или базовых. Если будет предложение поступать, давайте мы вместе рассмотрим с Министерством финансов. Второй вопрос касательно вузов. В вузах также работают ученые с учеными степенями. Идеология финансирования будет идти через подушевой. Он грант Архлова, который идет за студентом. В частности, здесь там уже не будет разделения. Это он работает, студент учится в частном вузе или государственном. Но мы прекрасно понимаем, что впервые была введена оплата за научное звание. Раньше в основном все получали за научную степень. Конечно же, данное мероприятие, данная норма, она идет в реализацию поручения президента, в котором четко была взаимовязка формирования научного пути молодого ученого. Большинство из них, получая PhD и кандидатскую степень, не были устремлены получать ученое звание профессора. Сейчас получить ученое звание профессора очень тяжело, для этого нужно делать 30 публикаций. Теперь насчет критериев. Критерии, которые обозначаются с точки зрения, какие критерии есть насчет звания, они формируются комитетом обеспечения качества. Там есть публикации, но для научных направлений, где казахский язык, история, там есть соответствующая взаимозаменяемость относительно публикаций ВАК. Ну и последнее. Архар Шоханович, я извиняюсь. Критерии для всех ученых одинаковые. Да. Вопрос не об этом был. Вопрос ученый, он ученый. Неважно, он получил одинаково. Вот неважно, ученый работает в частной организации, частной научной организации или в частном вузе, или в государственном, он одинаковые критерии, по одинаковым критериям получил. Да. Другой вопрос. Почему тот, который ученый работает в негосударственном вузе, должен быть ущемлен по отношению с тем, кто работает в государственном? Вот о чем идет. Речь идет о норме, Дархан Жумак. У нас же норма написана: работающие в государственных организациях получают доплату. Почему написано Смотрите, слово государственных? Об этом Смотрите, вот были хорошие нормы такие. Вот в одно время там у нас там ученых совсем туда не шли по той простой причине. Гранты для магистрантов были ниже, чем гранты для бакалавриата. То есть вузы сразу ушли там большей части там выпускать бакалавров, потому что там 2 раза гранты на магистрантов меньше. И магистрантов нет, нету PhD. Ну где-то выправляется, эту сторону выправляет, в этом направлении двигаются. Очень хорошо, независимо от форм собственности, государственный вуз или частный вуз, который готовит докторантов, PhD, мы стипендию им платим всем одинаково. То есть это все-таки мы поддерживаем будущую нашу науку одинаково. А почему тот теперь преподаватель, который в негосударственном вузе там работает и ему преподает, у него есть определенный как бы... В целом-то я сам поддерживаю.
Здесь он должен сказать так. На самом деле эта норма давно именно касается напрямую государственных, но если частный университет захочет доплачивать ему за ученую степень или звание, он может доплачивать. В свое время пытались убрать слово «государственные», но вы знаете, там есть АРВ, предпринимательский кодекс, вы не имеете права заставлять и так далее. Поэтому было принято решение государственные или организации, получающие государственный заказ или государственные гранты. Поэтому эта формулировка здесь есть. Если мы на рабочей группе внесем другую норму, убрать государственные, то надо будет проводить АРВ, ну, со всеми вытекающими последствиями. Но частные вузы или частные научные организации при этом имеют право начислять ежемесячно за ученое звание или за ученую степень, здесь никаких проблем нет. Это вы хорошо Но знаете. поправку можно дать. Хорошо, договорились. Это тогда на рабочей группе. Потому что там есть определенное нарушение LU Pages, желтых страниц, которые там рекомендуют и так далее. И вот получается, что есть конфликт интересов между министерством и вузами государственными и так Жақсы. далее. Коллеги, я вижу, вот Анас Ахатович, Мархабат Жайымбетұлы, Жұлдыз Досбергенқызы, Ирина Владимировна, Жанарбек Садықанұлы, басқа да әріптестерімді көріп отырмын. Кезек береміз. Сондықтан құрметті әріптестер, түсініп қарауларыңызды сұраймын. На рабочей Ирина группе обсудим Владимировна. тогда. Депутат Смирнова Ирина Владимировна, пожалуйста. Спасибо большое. Я поддерживаю своих коллег, что название данного законопроекта о науке и технологической политике, вот технологических политик мы тут и не видим как раз, только науки и коммерциализации. Вот вопрос, может быть, надо изменить этот закон, название. И второе. Почему не предусмотрели норму, закрепляющую ответственность, в том числе в рамках коррупционного законодательства членов ННС за принимаемые решения и обеспечивающие прозрачность их работы. Ведь именно они распределяют гранты и принимают решения, часто спорные. Спасибо. Да, мы признаем, что в данном законопроекте этой нормы нет, но соответствующая есть рекомендация агентства по антикоррупционному агентству, и мы думаем, при обсуждениях в рабочей группе это можно рассмотреть вместе с вами. Да, өте дұрыс ұсыныс. Очень правильно. И заметили. политики. Вот, А насчет технологической политики, вот я уже сказал, Ирина Владимировна, 1 сентября в презентованном варианте технологическая политика была расписана. Это было в рамках выполнения КДРП этого же закона. Там был целый раздел, 5-6 раздел, касающийся именно технологической политики. Почему он в настоящее время здесь в том варианте не присутствует? Потому что вы знаете, что в Казахстане существует в целом идеология регуляции политики в предпринимательском кодексе и закон промышленной политики ДГМБР. И чтобы не было противоречий, было больше рекомендовано войти в эти законодательные нормы. Поэтому мы считаем, что при обсуждениях в рабочей группе мы можем дополнить те нормы, которые вместе с вами будут поддержаны. Ну, справедливости ради, депутаты многие отмечают, когда принимается новый закон, это означает, что должны быть новые концептуальные подходы, да? Но когда просто объединяет два существующих, работающих закона, при этом новых концептуальных подходов и механизмов, ну, по крайней мере, выпукло мы не видим, поэтому у депутатов возникают вопросы. Поэтому, наверное, на рабочей группе надо будет поработать, чтобы усилить вот эту часть. Это же начало работы НДО Буладова. Мы не должны здесь говорить о том, что это хорошо или плохо, но констатируем факт, поэтому на рабочей группе придется поработать и усилить эту часть. Мархабат Жайымбетұлы. Рахмет. Менің сұрағым баяндамашы, мынау ғалымдарды ынталандыру мақсатында тұрғын үй сатып алуға құқық беру дейді. Бұл жұмыс істейтін норма ма? Кезінде біз кодекс о здоровье, дәрігерлер денсаулық кодексіне норма кіргізген болатын. Бүкіл дәрігерлерді, медицина қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету деген. Ол жұмыс істемейтін норма. Ол қалай жұмыс істейді мына жерде? Сіздер басқаша бір нәрсе ойлап тауып жатсыздар ма? Өйткені механизм жоқ қой. Сондықтан да соны пысықтап айтып берсеңіз. Екінші мәселе, біз мына өңірлерде құрылыс компанияларының басшыларымен, өндіріс басшыларымен кездестік. Мысалы, кейбір институттың дипломдары енді түлектерін алғысы келмейді. Мысалы, кез келген инженер, мен инженермін. Схеманы оқиды, чертежді оқиды. Мысалы, тұрғын үй салам десе, болмаса ғимарат салам десе. Келген түлектер ешқандай чертежді оқи алмайды, схеманы оқи алмайды. Ол қалай тұрғызады? Болмаса өндірісті басқаратын, сол же инженер электрик мысалы.
ешқандай басқара алмайды қазіргі нәрсені. Вот енді бұл заң жобасында қаралған болмаса басқа заңда қарайсыздар ма? Осы өндіріс басшыларының сіздерге былай мұңын айтқым келіп отыр. Енді жоғары білім министрлігіне келгеннен кейін осы мәселелерді қалай қарастыру? Оңды солды дипломды беру мәселесі. Енді атын атап түсін түстемей ақ қояйын университеттердің. Ұят болар қазір айтып отқам. Бірден қараймыз дейді, мына университет па, мен алмаймын мынаны. Рядовой рабочий можно, никогда инженером. Өйткені кезінде біз, естеріңізде болар, медицинский университет болды бізде. Оның түлектерін ешқандай азамат барғысы келмейтін еді емделуге. Оның диплом алған жігіттер. Қазір сондай инженер-строитель, инженер жағы электриктер пайда бола бастады. Дипломы бар, бірақ іске жарамайтын. Осындай мәселені қалай шешесіздер? Осы заң жобасында қаралған ба, болмаса қаралмаған болса, қандай заң жобасында қарайсыздар? Соны айтсаңыз қысқаша екі сұраққа да. Соңғы сұрағыңызға жауап берейін. Енді бұл заңда ол қарастырылмаған. Өйткені ол білім заңының ішінде қарастыру керек деп ойлаймыз. Ұсыныстар болатын болса, бірге осы жалпылама түрде талқылап рабочий группалардың ішінде қарастырайық. Енді мына ынталандыруға байланысты, дұрыс айтасыз, бізде осы нормаға, енді мына соңғы норма битіп кірді ғой. Заңнамасына белгіленген тәртіппен және шарттарға тұрғын үй сатып алуға немесе тұрғын үй жағдайларын жақсартуға жеңілдікпен кредит алу құқығы берілді деп. Дұрыс айтасыз, құқық беріліп тұр, бірақ гарантия әлі жоқ. Енді оның гарантияны қалай қамтамасыз етуге болады? Жақында ғана осы желтоқсан айында отбасы банкпен тікелей меморандум отыру нәтижесінде жастар сол төмен мөлшерде кредитпен алып жатыр. Бірақ ол сіз дұрыс айтасыз, ол тақты гарантия емес. Егер талқылап қарастырайық, егер гарантия керек болатын болса, осы жерде өздеріңізбен бірге енгіземіз. Рахмет. Сол ғой, проблема сонда. Бұл жерде декларативті норма болып тұр, сондықтан бұны біз жұмыс тобында бір нақтылап, бір тиісті тетіктерін қарастырмасақ, бұл норма онда жұмыс істемейтін болады. Сондықтан, құрметті депутаттар, түзетулерді дайындауларыңызды сұраймыз. Депутат Қалықов Арман Қобландыұлы. Рахмет. Я внимательно тоже смотрел презентацию законопроекта. Значит, есть какие-то моменты, но я не нашел отражение вот одних моментов. Первое. Значит, по поручению президента 2 года назад было расширение базового финансирования в вузах. Почему вузы до сих пор не могут получить? И почему вот эта норма не отражена в законопроекте? Второй вопрос. Значит, также на первом заседании Надсовета по науке и технологиям глава государства поручал создание в регионах так называемых центрах академического превосходства, которые бы в основном решили проблему запроса промышленности и производства с путем создания новых лабораторий, выпуска каких-то отдельных специальностей студентов. Хотелось бы узнать, сколько этих центров уже открыто и в каких вузах? Рахмет. Спасибо за вопрос. Первое, да, действительно такие предложения по включению вузов поступали. Но в рамках данного законодательства предусмотрено только расширение списка научных организаций. Раньше это получали только 11 научных организаций, теперь можно их расширять по перечню уполномоченного органа. Если будут предложения к вузам, то предлагаю рассмотреть. Касательно ЦАПов. Вы знаете, что попытки реализовать программы центров академического превосходства были давно, и это не ново. Мы считаем, что в настоящее время можно ее реализовать в рамках действующего механизма ПЦФ, программы целевого финансирования, и в скором будущем на ВНТК будут объявлены такие конкурсы. Первые 4-6 ЦАПов по Казахстану. Это в первую очередь региональные вузы. Они будут прикреплены по специфике региональных производств, по ГМК, стройка, агро и так далее. Но в рамках здесь законодательства здесь их нет. Вопрос был конкретный. Сколько было открыто ЦАПов и в каких вузах? Я вам сказал, что еще ничего не было открыто, попытки были несколько раз, будет объявляться через месяц. Норм пока в законодательстве нет, для помощи ЦАПам можно будет поправку предложить. И по базовому финансированию вузам, да? Что там было? Да. Почему не рассмотрели эту норму в законопроекте по финансированию? Мы рассматривали, честно говоря, но поддержали пока именно такой вариант. Во время согласования, видимо, там же тоже процесс достаточно сложный. Сондықтан құрметті әріптестер өзіміз берейік, егер ұсыныстарыңыз болса. Депутат Баққожаев Ана Сағатұлы. Рахмет. Мен бірнеше 3 сұрақ қойын деп тұрмын. Біздің ауыл партиясының депутаттарын алаңдататын аграрлық ғылым. Мен оны қазір қысқаша сізге жеткізейін.
Мына ННС пен коммерциализация деген пайда болғаннан кейін аграрлық ғылым өлді. Оны мен ашық айтам. Өлді аграрлық ғылым. Басқа салаларға жауап бермей қойын. Мында басқа саланың мамандары отыр ғой. Бірақ мына эволюцияның мен куәгер ретінде осы соңғы 15 жылда қалай болған мен сіздерге айтып берейін. Біз ғалымдарды, аграрлық ғалымдарды, мүйізі қарағайдай институттардың, академиктер, ғылым докторларын бизнестің алдына барып жығып қойдық. Міне коммерциализация дедік, критерий ретінде қостық, ғалымдар барып та бизнестен ақша сұрай бастады. Сүмірейіп, алдына барып, міне, менің жобам бар, осындай беріңіздерші деп. Бизнес оны пысқырып та қараған жоқ. Соны кейін не істеді? Министрлік алды да ақшалай кіргізбей қойсын. Бизнес өзінің жаңағы техникасымен кірсін, анаумен кірсін деп жеңілдік жасап қойды. Ондан да қиын. Ғалымдар әлде таппай жүр, сабылып, андамында шауып. Тағы ННС-тің құрамына бизнес кіріп кетті. Олар ана тех задание дегенге араласа бастады. Ақыры не болды? Қой шаруашылығыны, мен сізге айтайын, 21-23 жылға ПЦФ-ның ішінде қой шаруашылығына бірде-бір ғылыми жоба қаржыландырған жоқ. Бірде-бір. Қой институты Алматыдағы 3 жыл жатты. Ақша сұрап, ақшасыз. Тентіреп кетті ғалымдар. Экономика институты, Алматыдағы ауыл шаруашылық экономика институты, іргелі институттардың бірі. Ол да ақша сұраумен жүр. Өз күніңді өзің көр дегенмен жүр міне. Енді қараңыз, мына келесі 3 жылдыққа биыл жылқы шаруашылығы өтпей тұр. ННС-ті жаңағы формалды тақырыпты критерий арқылы өтпеген. Қалай Қазақстан жылқы шаруашылығын дамытамын деп тұқым шығару керек. Біздің Қазақстанды бренді керек деп отыр. 3 жылға бағдарлама жоқ, міне бітті жылқы шаруашылығында. Жайылым туралы заң қабылдадық, жайылым туралы. Зерттеулер жоқ. Бұл нені білдіреді? Бизнес тым араласып кетті ғылымға. ННС дегеннің көзін құрту керек, ПЦФ дегенді алып тастау керек. Ғалымдар деген қалай? Ол ғалымдар ой туындамай бастап, туындап жатпай, ол ана бизнес привлекательность деген болу керек. Бұл не сұмдық? Ол сүрінбей ме? Ғалым деген сүріну керек. 10 рет сүріну керек, шатасу керек, басын соғу керек. Содан кейін барып, оның бір ғана идеясы жақсы болып шығады. Мысалға. Содан кейін мен соған байланысты мен бірінші сұрақ. Осы ПЦФ мен ННС дегеннің қашан кетеміз? Кетуге дайынсыздар ма? Мен осындай ұсыныс берейін деп отырмын сіздерге. Екінші мәселе. Мына біздің университеттер. Бірде айттық, аграрлық университетке институттарды беру керек деп, НАНОС-тың құрамындағы жап-жақсы істеп тұрған институттарды алды да университетке беріп тастады. Ақыры не болды? Білімнің сапасы төмендеп кетті. Аграрлық университеттің қазір мұғалімдерін сұрасаңыз, білімнің сапасы төмендеп кетті. Енді кімде қалады? Университетте қала ма, НАНОС-та қала ма? Әлі де шатасу. Бір институттар университетке кетті, бір институттар НАНОС-та қалды. Сонда не болды? Вертикальный хаб деген қайда президенттің тапсырмасы? Және де ең үшінші сұрақ, 3 жылдықты қашан доғарамыз? Мал шаруашылығында 3 жылдың ішінде тұқым, жаңа тұқым өліп шығу мүмкін емес. 10 жыл, 12 жыл керек кем дегенде. Осыған сіздер дайынсыздар ма? Рахмет. Ауыл шаруашылық министрлігі бар ма? Бар. Мен сіздердің естеріңізге салайын, негізі ғылымды ауыл шаруашылық бойынша қаржыландыру ауыл шаруашылық министрлігінің бюджетінде ННС-ті құратын осы министрлік және жұмыс ұйымдастыратын осы министрлік, НАНОС-тың жұмысын ұйымдастыратында да осы министрлік. Сондықтан ауыл шаруашылық министрлігі жауап беріңіз. Одан кейін Дархан Жұмаканұлы жалғастырады. Жоқ, ауыл шаруашылығы аграрлық ғылымге жауапты болғанымен қаражатты ғылым министрлігін бірге қарастырамыз. Қаражаттың барлығы ғылым министрлігінен бөлінеді. ПЦФ, ННС процедура арқылы. Қалай ПЦФ шешіледі, қалай сол ННС нәтижесінің бойынша біздің ғылыми зерттеу институттары қаражатқа ие болады. Екінші сұрағыңызға байланысты президенттің тапсырмасына сәйкес бүгін күні барлық аграрлық технологиялық вертикалдық интегрированный хаб деген бойынша жұмыстардың бәрі аяқталды. Президенттің тапсырмасына сәйкес 4-ақ зерттеу институты біздің аграрлық университеттің құрамында қалды. Қалған бәрі НАНОСқа қайтарылды. Бүгін күні НАНОС өзін трансформация ретінде, аграрлық хаб ретінде жұмысын бастап кетті. Расында көтерген сұрақтарды келісетіміз мән жайымыз бар. Мысалы, ПЦФ-ні 3 жыл ғылымдардың ұсыныстары бойынша өте аз уақыт мерзімі зерттеу жұмысын өткізіп,
оның нәтижесін мынау іске асыру бойынша кемінде 5 жыл 7 жыл деген ұсыныс жасап жатыр расында біздің ғалымдар. Бұл сұрақтар негізі белгілі, осы министрлікпен бірге пысықтаудамыз. Дархан Жұмақанұлы. Қосымша айта кетейін, осы күздегі болған жоғары ғылыми техникалық комиссияда дәл устойчивое развитие агропромышленного комплекса деген бағыт қой. Соған жылына 18 миллиард ақша көзделген. 18 миллиард ақша. Сонда 3 жылдың ішінде 56 миллиардтай болады. Енді әрине оның бәрі қомақты ақша болғандықтан конкурстық нәтижеде ГФ-ті, ПЦФ-ді. Енді қазірдің өзінде сол ПЦФ-лар қарастыру үстінде, жаңа Ерекең айтып кеткендей, егер дайын осы өзіңіз айтып тұрған, көтеріп отырған қой мәселесі болсын, жылқы мәселесі болсын, ол үкіметтің талқылау үстінде, егер жетілдіретін, ерекшелендіретін идея болатын болса, осыны қарастырайық өзіңізбен бірге. Рахмет. Бұл жерде қараңыздар, біріншіден өте дұрыс қойылып отыр сұрақ Қана Сақатұлы. Шын мәнінде проблема бар ғой, бірінші сол проблеманы мойындауымыз керек. Екіншіден тағы да екінші проблема неде? Бізде бар тетіктерді заңда берілген 2021 жылы президент осы мәселені айтты. Мәжіліс депутаттары заңды қабылдады. Енді проблема 2022 жылы бұл қабылданған заң іс жүзіне енген жоқ. Мысалы, жаңа 3 жыл деп отырсыз ғой. Біз қабылданған заң бойынша 5 жыл бар. Бірақ ол заң қабылданды, 22 жылы енгу керек еді, әлі күнге дейін 5 жылдық конкурстар өткізілмей жатыр. Міне проблема осында. Оған қосымша біздің депутаттар берген ұсыныс, енді мега грант беріп, 10 жылдыққа грант беру. Мысалы, Ресейдегіндей. Сондықтан бар тетікті қолдану керек бір. Екіншіден, сіз жаңа айтып отырсыз, тек қана ННС арқылы, ПЦФ арқылы қаржыландыруға болады деп. Жоқ, 2021 жылы депутаттар президенттің тапсырмасымен заң қабылдады. Енді ешқандай ННС жаңағындай бүкіл конкурссыз алуға мүмкіндік бар. Екі жолы бар. Біріншіден база бойынша болады. Егер базаға ілікпеген мәселелер болатын болса, онда тікелей қаржыландыру бар. Мәселе сол тікелей қаржыландыру бойынша бүгін бұл инструменттің, бұл тетіктің толығымен жұмыс істемей отқанына. Бірақ депутаттар және де заң жүзінде, мысалы президенттің тапсырмасы бар, заң жүзінде ол қабылданды. Мәселе оны іс жүзінде жаңағындай іске асыру. Міне осында проблема болып тұрды. Өйткені 5 жыл заңда тұр ма? Тұр. Тікелей қаржыландыру тұр ма? Тұр. Енді соны іске асыру керек қой. Жаңа ауыл шаруашылық министрлігі айтып отыр, ақша бізде жоқ деп. Бұл бағыт бойынша ғылыми ұйымдарға беретін қаражат тікелей осы министрліктің бюджетінде, олар бюджеттік әкімшілер. Нақты осы ғылым министрлігі ол да әкімші, бірақ ол барлық жалпы ғалым бойынша ол ауыл шаруашылыққа да бәріне де конкурс жариялайды. Бірақ нақты өзінің мысалы 2021 жылы 20 миллиард болды. Қазір қанша болған есімде жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі. Олардың өздерінде де қаражат бар. Сондықтан мәселе осы берілген мүмкіндіктерді тиімді іске асыру. Және сіздердің жаңа ұсыныстарыңыз болса, жұмыс тобында қосымша қарастырайық. Өйткені бұл орынды проблема, шын мәнінде проблема бар, оны біз мойындамасақ болмайды тағы да. Енді біз қосымша айтып отырмыз ғой, өйткені кезінде бұл шешімдер қабылданған. Мәселе 22, 23, 24-те бұл шешімдер іске асу керек. Мәселе осында ғой. Айна Ермекқызы. Да, Асхат Канатович, вот сейчас вы привели пример 21 год. Вот в 2021 году как раз были утверждены 10 приоритетных линий, по которым должны работать, да, наука. Это целые отрасли и ведомства. И ежегодно у нас вклад финансовый растет. В 2021 году увеличение расходов на НИОКР, проводимых в Республике Казахстан, повысилось на 20 миллиардов тенге. Но при этом рост этот не показал существенного влияния на наукоемкость. И прежде всего это было вызвано тем, что объем производства, производимого учеными научного продукта, нового знания, остался на очень низком уровне. Да? И в основном это были работы, которые на фундаментальные и прикладные исследования направлены. А на опытно-конструкторские разработки по созданию новых материалов, продуктов, процессов было израсходовано всего лишь 18%. Я вообще, ознакомливаясь с законопроектом, считаю, что очень такой обобщенный законопроект, не все законы отрасли здесь учтены, и считаю недостаточным вот этот перечень, который состоит всего лишь из 5 законов. Потому что, вы сами понимаете, мне кажется, здесь нужно работать со всеми ведомствами, министерствами. Этот список, он должен быть по большей степени очень широким быть, расширенным.
Что на это ответите? Сейчас вот, выходя на данную презентацию, по каналам показывают визит президента в город Алматы, посещаются объекты. Задается вопрос ведущим программы Атамекен бизнес-канала архитектору, одному архитектору, и актуальная тема сейсмоопасность. И данный архитектор отвечает ведущему, что в данной отрасли, в архитектурной, градостроительной, строительной, нет научных разработок в нашей стране. Я не знаю, возможно, эти разработки есть, но они до конца не доведены. То есть нет взаимодействия, и теперь получается и с этой отраслью. Спасибо за вопрос. Конечно же, именно ради того, чтобы приблизить научные разработки ученых и чтобы они были востребованы бизнесом, была идеология разработки данного закона. Мы признаем, что в настоящее время низкий уровень внедрения, но когда он будет оставаться низким уровнем, пока мы не поймем текущий статус вот тех же самых организаций. Они будут, по идее, будут финансироваться в будущем по новой схеме. Ну, я предлагаю на рабочих группах обсуждать более детально. Здесь идеология такая, что если необходимо затачивать прикладную науку больше, тогда надо, вот как сказали до этого ваши коллеги, необходимо делать больше условий для бизнеса. Тогда и затраты будут больше. Рахмет. Жақсы, Дания Мадирза. У меня вопрос к докладчику. Посмотрела презентацию, посмотрела то, что внедряется новое, и, наверное, самый большой слайд – это совершенствование структуры системы управления наукой. Здесь мы видим, на самом деле, оказывается, управлять наукой у нас будет очень много организаций, советов, очень много советов. Это Высшая научно-техническая комиссия, Совет по технологической политике, само правительство, потом Академия наук, Министерство, и дальше пошел национальные научные центры, ну и тому подобное. Но факт то, что вот вопрос у меня такой по грантовому финансированию. Я рассуждаю как финансист, для меня важен результат, как, наверное, для любого жителя нашей страны. Вот смотрите, грантовое финансирование, направление этого грантового финансирования, я так поняла, утверждается вот научной технической комиссией, само направление. Потом, гранты выдаются уже ННСом. И вот у меня вопрос. В результате того, когда выделены были бюджетные средства, они были большие, мы говорим, на 2022 год 109 миллиардов тенге мы выделяем. Если деньги были выделены, но те научные исследования, которые сделаны, они не нашли результатов, то есть не нашли практического применения. Кто несет ответственность? Те, которые выбрали это направление, или те, кто, или это ННС, который определил, что именно этому гранту, или тот исполнитель, который делал этот проект, и каким-то образом он не нашел просто отражения, не нашел своего применения. У нас получается, мы раздули много советов, но никто в этой цепочке не несет ответственность за те потраченные деньги, которые были. Вот самое главное, вот этого в законе я не увидела. Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас, для нас, наверное, самый большой пример – это Китай, где 1,4 миллиарда населения, но, тем не менее, сегодня у Китая политика проводится по привлечению со всего мира всех известных ученых для того, чтобы развивать у себя технологии. Мало того, что они разработали программу по привлечению тех, кто их соотечественники, которые уехали. Мы, обладая небольшим потенциалом, и тот потенциал, к сожалению, который еще не выстрелил у нас, да, я так понимаю, у нас мы хотим потратить все деньги на наших ученых, но при этом у нас вообще совершенно нет программы по привлечению. Вот часто мы читаем вот статьи Тенгри Ньюс. Наш казахстанец там в Кремниевой долине то-то, то-то сделал, он такое-то открытие сделал. Почему у нас нет программы отдельно? И вот, честно говоря, в этом проекте закона я вообще не заметила, что мы будем привлекать своих соотечественников, которые уехали, наших ученых очень много, скорее всего, которые занимаются научными открытиями, которые уже создали, потому что мы для этих ученых создали платформу здесь. Это Назарбаевская школа, Назарбаев университет, Булашак. То есть мы на начальном этапе профинансировали все. Теперь, когда это уже готовый специалист, мы их спокойно отпустили. И у нас нет результата. Мы не можем привлечь со стороны никого иностранных хороших ученых. Я не думаю, что создав вот эти все структуры,
Издав вот этот закон, как мне сегодня коллеги говорят, что он просто объединил два законопроекта, мы сможем сделать какое-то продвижение в нашей науке. Вот, пожалуйста, ответьте, кто несет в конечном итоге ответственность? Это первый вопрос за те потраченные деньги. И второй вопрос, почему мы не занимаемся привлечением? Спасибо. Разрешите ответить сразу на второй вопрос, потом первый. Да, программа привлечения зарубежных ученых, она у нас есть, но, к сожалению, не такая масштабная. Они приезжают всего на 1 месяц в рамках вузовских программ. Необходимость создания международных проектов, куда бы было бы интересно зарубежным ученым приезжать, например, мегагранты, как в Российской Федерации, здесь они не заложены. И мы предполагаем, что если есть хорошее предложение, мы поддержим. Это даст основу развития новых международных коллабораций. Касательно первого вопроса. Ну, как говорят, наука, там она, теоретический результат, к сожалению, не всегда применим. Мы не можем сказать, что и ничего нет. Да я уверен, что в целом те диссертации, которые защищены до этого времени, они всегда опираются на научное положение. Несет ответственность всегда научный руководитель. Если он не достигает тех результатов, которых заявился, то спрос с него. Соответствующая служба проверяет, и они действительно выявляют несоответствие, и люди возвращают или, например, заводятся определенные процедуры. Но с точки зрения принятия решения, когда рассматривается любая заявка научная, она лучше модели национальных научных советов нигде в мире не придумана, потому что не может один человек оценить всех. Поэтому мы сохранили модель, которая была 2010 года, и мы понимаем, что есть, это не предел, необходимо совершенствовать. Мы готовы совершенствовать. Поэтому мы вот начертили вот большую схему, которую вы только что увидели. Она показывает, насколько масштабно сейчас принятие задач. И участников стало много. Давайте вместе внесем изменения. Спасибо. Вот коэффициент эффективности все-таки неужели нельзя ввести коэффициент эффективности этих исследований? Если мы, допустим, один грант, ну, институт получил или там ученый получил, да, если он один грант получил, эффективности от его разработок нет. Насколько я понимаю, сегодня очень много вопросов стоит потому как распределяется, что одним и тем же выдаются гранты. Может быть, при выдаче следующего гранта надо учесть эффективность предыдущих денег тому институту или тому ученому. Эта градация проводится вами или нет? Сейчас нет, но предлагаем... Наверное, надо внедрить его. Почему в вашем проекте этого нет? Есть она ТРЛ, отдельный пункт, я же бағаны брать в этом. Я прочитала этот проект, но именно эффективности и по привлечению тех или при повторном гранте я этого не увидела. Хорошо, еще раз посмотрю, вы ко мне подойдете на следующий день, наверное, когда уже рабочая группа начнется. Да, абсолютно справедливо. Советов стало, коллеги, больше. То есть, получается, мы говорим о том, что надо дебюрократизировать. Центр принятия решений должно быть, наверное, меньше, а тут становится советов больше, поэтому Дани Мадиевна абсолютно правильно говорит. И то же самое по вопросу по ответственности, то, о чем говорила до этого Ирина Владимировна, да, то есть это ответственность членов ИННС, и уполномоченного органа, и так далее. То есть, наверное, эти вопросы нам тоже надо будет в поправках предусмотреть. Госорган, может быть, где-то при согласовании что-то не прошло, поэтому я думаю, что нам надо будет здесь внимательно посмотреть. И по привлечению ученых это, конечно, еще хорошая инициатива. Я думаю, что здесь как отдельный вид гранта, мегагранты в Российской Федерации, например, это делают. У нас в проекте тоже это было в альтернативном варианте законопроекта, поэтому я думаю, здесь можно поработать. Құрметті әріптестер, әрі қарай жалғастырайық. Депутат Бексултанов, Құдайберген Бексултанұлы. Асхат Қанатұлы, рахмет. Понятие исследовательский вуз, реальных механизмов никто не увидел, поэтому депутаты, наверное, очень много вопросов задавали. Вчера буквально Лаврентьев, новый инвестор Кармиткомбината, был у президента. Глава государства поставил задачу вернуть статус флагмана отечественного производства. Сегодня наука, вот вы как видите, в вопросах безопасности, в вопросах развития промышленности, производства, там же и уголь, и металл. Что вы можете дать? Он готов вложиться. Вы с ним встречались? Вообще работаете в этом направлении со всеми крупными нашими инвесторами, которые сегодня могли бы профинансировать? У государства денег, конечно, мы все понимаем, бюджет утверждали, а реально вот вы как смотрите? Негізі сында сын бар дейді ғой, да?
сынау керек. Сын болмаса негізі нәтиже болмайды. Бүгін біраз сын айтылды, өте жөн. Негізі нақты жай төрі тұсаукесерін көрсеттіңіз, ауыз толтырып айттыңыз, нақты механизм жоқ. Өкінішке орай. Сұрағыңызға жауап берейін аға. Енді өзіме салсам, дәл Қазақстан бойынша 2-3 үлкен алпауыт компаниялардың ішіне кіріп көрдім. Шынайы өзінің жаңағы өніміне көңіл аударып ғылыми ізденістер жасайтын компаниялар бар. Ол Казцинк болсын, УМЗ болсын, Казазот болсын, дәл сол Қазақмыс болсын. Енді мына Карметке байланысты айтатын болсақ, енді ол Қарағандыда бір шама институттар бар. Ол институттың біреуі Углехимия деп аталады. Молдахметов ақсақал баяғыдан бері ғылыми ізденістерді жасайды. Енді нақты тапсырыс болып, ортақ бір жиналыс өткізіп, нәтижесінде сондай ғылыми ізденістер керек болатын болса, біз қолдауға дайынбыз. Ал енді өзіңіз айтқандай индустриялық ғылымды қолдауға да, жан-жақтан сараптауға да осы заңның ішінде ұсыныстар болса, біз қуана қаржыламыз. Рахмет. Жоқ, зерттеу университетінде де қарау керек шығар, онда Теміртаудағы университетте мүмкін. Бірге қарау керек онда. Келесі сұрақ депутат Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызы. Рахмет, құрметті Асхат Қанатұлы, құрметті Дархан Жұмаханұлы. Енді менің сұрағым жалпы технологиялық саясатқа байланысты. Бірақ заң жобасының негізгі тақырыбы ғылым және технологиялық саясат деп айтқаннан кейін, енді өзіңіз де білесіз, бұл екі саланы бір-бірінен ажыратып бөліп қарауға болмайды. Жаңа депутат әріптестеріміз сұрақ қойып жатыр, университеттік ғылымға байланысты, жас ғалымдарды қолдауға, монография. Университетте негізі қаланған ғылым, ол кейін жалпы өндіріске енгізілген кезде экономикада ол креативті өндіріс ретінде нәтиже көрсетеді. Сондықтан да мен енді көріп отырмын, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың негізгі тапсырмасымен әзірленген заң жобасы біз сайлауалды бағдарламасында негізгі міндет болды. Қарапайым өндірісті, базалық өндірісті, күрделі технологиялық өндіріс деңгейіне көтеру, сол механизмдерді заңмен бекіту. Бірақ өкінішке орай біз осы механизмдерді көре алмай тұрмыз. Жалпы өзіңіз қандай механизмдерді басында ұсынып едіңіз технологиялық саясатқа байланысты, неге өтпей қалды, сол туралы айтсаңыз, бұл бір. Екінші, идеологиялық сұрақтарды зерттеу институттарының жағдайы туралы біз өзіміз арнайы нормаларды іздегенбіз, бірақ бүгінгі таңда бұл нормалар жоқ. Неге? Біз қазір мемлекет ретінде соңғы 3 жылда экономикалық, әлеуметтік сұрақтарды біртіндеп кезең-кезеңмен шешіп келеміз. Бірақ біздің алдымызда үлкен күрделі мәселелер, бұлар идеологиялық мәселелер. Сол идеологиялық мәселелер, тіпті отбасылық зорлық зомбылық туралы мәселе туындаған кезде енді зерттеу қарастырайық десек, зерттеудің бәрі шетелдік грантқа жасалған зерттеулер, немесе шетелдік үкіметтік емес ұйымдардың зерттеулері. Бізде базалық грант алған ғылыми институттар, үлкен мозговой центрлар неге бұндай зерттеулерге айналысуына, заңмен неге біз соған арнайы мәртебе, құқықтық мәртебе бере алмай отырмыз? Бұл екінші сұрақ. Үшінші сұрақ жалпы жас ғалымдарды қолдау мәселесі. Әлеуметтік кепілдіктер дұрыс, бірақ біз мысалы осы аптада сәрсенбі күні денсаулық сақтау саласында ауылдық жерге баратын дәрігерлер үшін 10 миллионға дейінгі көтерме ақыны заңмен бекіттік. Бәлкім осы заңға технологиялық саясатты жүзеге асыратын, үлкен ғылыми зерттеулер ашатын, жаңа Дания Мадиқызы айтқандай, әлемдік өнер табысымен Қазақстанға келетін жастар үшін бір қолдау, сондай бір бағдарлама енгізуге қатысты неге инициатива жоқ? Өткен мемлекет басшысының қасындағы үлкен кеңесте біз шетелдегі өнер табыс жас ғалымдарымыздың бәрі бар ғой. Сондай азаматтарды дамытуға, сондай азаматтарға шын мәнде жақсы ықпал ететін нормалар қажет секілді. Келесі, жер қойнауын пайдаланушылар. Біз бұған дейін депутаттық сауал жолдадық. Жер қойнауын пайдаланушылардың ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкциялық жұмыстарының қаржыландыруының ашықтығын, оның нәтижесін, сол туралы жалпы мемлекеттік ғылыми техникалық сараптамадан өткізу мәселесін біз осы заңнан іздегенбіз. Біз оны да қарастыра алмай, көре алмай тұрмыз. Соған байланысты енді барлығы сіздердің қолдарыңызда болмаса да біз қазір жұмыс тобының аясында да қарастыруға дайынбыз, бірақ дегенмен осыған қатысты өзіңіздің позицияңызды айтсаңыз, білдірсеңіз, бұл өте маңызды болып тұр. Сосын тұрғын үйға қатысты. Енді тұрғын үй қатынастары жөніндегі заң бар. Сол заңның 67-ші пунктінде жалпы тұрғын үйді жеңілдікпен алуға байланысты категорияның тізілімі берілген. Ол жерде енді бюджет
саласының қызметкерлері деп берілген, бірақ ғылым туралы жоқ. Сіздер сонда ғылыми қызметкерлерді сол заңға кіргізгілеріңіз келе ме? Әлде отбасы банкпен өздеріңіздің бір мемлекеттік бағдарламаңыз бола ма? Жалпы бұл мәселені қалай қарап отырсыз? Өйткені сіздер оны енгіздіңіздер үкімет тарапынан. Біздің тарапымыздан қолдау болу үшін сіздерден біз нақты механизмдер күтеміз. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді біріншіден жалпы бас кезінде бізде айтып кеттік қой, 88 баптан тұратын заң болды. Ол ашық жаңа порталда ілініп тұр. Оның ішінде негізгі ұғым наукоемкая продукция, наукоемкая жаңағы сопровождение деген ұғымды енгізген болатынбыз ғылыми мазмұнына сәйкес. Яғни әр өндірістің өзі өніміне жаңағы қызығушылық арттыру үшін ғылыми ізденісті енді Нью-Йоркқа шақырып, ғылыми ұйымдарды шақырып, солардың жұмыс жасату керек қой. Қазір жасатып жатқанмен де оның бағалау нәтижесі жоқ. Оны біз білеміз. Сол бағалау методикасында ұсынған болатынбыз. Және мен оны алдында айттым ғой, мына промышленный политика заңнамасына сәйкес қараған кезде қарама-қайшылық болады деп, ол өтпей қалды. Ашық айту керек. Бұл жерде енді келешекте өз талқылау үстінде мүмкін басқа тұрғыдан өздеріңізбен бір идеологиялық механизм енетін шығар. Енді екіншісі, мына әлеуметтік қолдау өте жақсы ұсыныс. Егер жаңағы технологиялық саясатты өңірге барып жүзеге асыратын жастар болатын болса, өзіңіз айтқандай 10 миллион теңгедей қолдау болатын болса, ол тамаша ұсыныс. Әрине енді біздің тарапымыздан қолдау болады деп сенемін. Өйткені өздеріңіз өз білесіз, жастарды қазіргі кезде дипломмен сыйлауға деген бағдарламалар бар. Оның нәтижесін сол ғылымға да таратуға болады. Енді мына 1% жер қойнауын пайдаланушылар. Бұл жерде мен енді айтайын, соңғы 5 жылда 3 бағыттағы жұмыс болды. Бірден-бір жаңа ғылыми техникалық кеңестер, осы заңды күтпей-ақ осы ғылыми техникалық кеңестер қазіргі кезде министрліктерде ашылып жатыр. Соның нәтижесінде қандай шешімдер шығаратыны белгілі болады. Бірақ оны заңдамалық тұрғыда бекіту керек, келсем ол болу керек. Ол бірінші нұсқасында болғанда. Екінші мәселе, ол жерде айтып кеттік қой, учет, регистрация, экспертиза. Мына сенаторлардың заңдамасында ол көзделген. Біз былай ойладық, что сол заңдамасының шеңберінде қолданған нормалар кейінді біздің заңда да қолданады деп, соны бірге талқылап өзіңізбен қарастырайық. Енді соңғы мәселе, шын тұрғын үй жаңағы қатынастар заңына біз басында кірдік, бірақ ол бізге түсіндіргеніне сәйкес салалық заңның ішінде болса жеткілікті деген ұстаным алдық. Сондықтан егер қосымша соған кіру керек болатын болса, бірге жасайық. Рахмет. Енді идеологиялық зерттеуді біз мына өзіміздің ішкі жұмыс тобында талқыладық. Көпшілігінде эксперт-аналитикалық зерттеудің мына поисковое исследование сияқты болып кіргізбекші болдық. Ашық айту керек, поисковое исследование дегенді қолдамады. Өйткені ол жаңа дәл осы мына бұны екі жерде бар. Біріншісі осы мына әлеуметтік зерттеулермен қатар осы ұсыныспен, екіншісі тағы бір грант көзі, ол мына құрал жабдықтар қалыптастыру. Енді екеуі де қолдау таппағандықтан біз қазіргі таңда тек қана бар механизмдер сақтап қалдық. Қарастырайық, талқылайық, басқа не етейік. Жақсы, дұрыс. Негізі жаңа 1% жер қойнауын пайдаланушылар бойынша сұрақ өте үлкен. Жаңа айтып отырсыз ғой, бұл мәселені де қарастыру керек. Өйткені ол да жер қойнауын пайдаланушы үлкен алпауыт компаниялар ғой. Олар сол 1%-ді қайда жібереді? Көбінесе өзімен аффилированный дейік, өздерінің жанындағы компанияларға, еншілес компанияларға береді. Проблема неде? Конкурс жоқ. Біріншіден, екіншіден ғылыми экспертиза жоқ. Сондықтан оны ғылымға емес негізі беріп жатқан мәселесі көбінесе ғылымның ешқандай есі жоқ. Екіншіден, бұнда ешқандай конкурссыз тікелей бере салады. 1%-ді кәдімгідей ғылымға жұмсаған сияқты болады, бірақ ол ғылымға жұмсалып жатқан жоқ. Сондықтан екі принцип заңда болу керек шығар. Біріншіден, міндетті түрде конкурс арқылы бұл мәселені жүргізу, екіншіден ғылыми сараптама арқылы. Өйткені мүмкін ол басқа жақта бұл ғылыми ізденіс әлде жаңалық пайда болып қалған шығар, онда не үшін ақша береміз дегенде. Сондықтан ғылыми сараптама міндетті түрде болу керек. Жанарбек Садықханұлы, сұрағыңыз әлі бар ма? Жалпы жаңа Жұлдыз Досбергенқызы айтып өтті. Негізі сол, бірақ Дархан Жұмаханұлы қазақта ораза намаз тоқтықта дейтін сөз бар. Өзінің жағдайы жоқ, қарны аш ғалымнан үлкен жаңалықта күтуге болмайды. Жаңа тұрғын үйге қатысты осы танымыңыз, мен ойлаймын, бұл толыққанды шешім емес деп. Осыны жұмыс тобында бір жан-жақты бір ортақ шешім таппасақ, бұл олардың әлеуметтік жағдайын тұрғын үй шаруасын реттеп бермейді. Жалпы бұл заң жобасынан қоғам ғылым саясатының тиімділігін, сосын қаржылық әлеуметтік қолдау күтіп отыр. Сондықтан бұл ең бірінші кезекте
жастардың ынталандыру бағытында тұрғын үймен қамтамасыз ететін бір шешу керек. Мұны біз отбасы банкпен де басқа білмеймін, ол толық шешім таппайтын шығар. Өйткені себебі біз дәл осындай жобамен журналистер қауымының да жағдайын шеше алмай отырған жағдайымыз бар. Екінші негізгі сұрақ ұлттық ғылым академиясына қатысты. Осы жалпы сіздер ұсынып отқан заң жобасының аясында ұлттық ғылым академиясының жұмысы реттеле ме? Қандай нақты нормалар бар? Өйткені себебі мемлекет басшысы ұлттық ғылым академиясына ерекше мәртебе беріп, жалпы президенттің саяси шешімі жарияланған кезде бүкіл қоғам бөркін аспанға ғылыми орта қуанды. Одан бері қанша уақыт өтті, бірақ соншалықты үлкен нәтиже жоқ. Ғылым академиясының өзінің ішінде де ауызбіршілік бар ма? Өзінің ғимаратында өзі арендатор сияқты отыратын басшылықтан қандай нәтиже күтуге болады? Осындай бір дүниелер осы заңның шеңберінде реттеліп, ұлттық ғылым академиясы біздің ұлт ғылымының қара шаңырағы ретінде нақты бағасын алу керек қой деп ойлаймын осы заң аясында. Содан кейін барып, кешегі басшылық неге ауысып жатыр? Ойлаймын, осы түрлі көзқарастардың бір қазанға сыймауының кесірі. Заңдық тұрғыдан, оған құқықтық тұрғыдан жұмыс істеуге мүмкіндік бермеу ғой деп ойлаймын. Сондықтан бұл осы заңмен реттеле ме? Нақты нормалар бар ма? Екінші сұрағыңызға жауап берейін. Нақты норма бар. 15-ші бапта жаңа ғылыми ұйым нысаны қарастырылған. Жоғары ғылыми. Енді әрине бұл мына берілген нұсқада ішінде қосатын нәрселер бар да шығар. Оны жан-жақтан қазірге келген жаңа басшылықта ұсыныстар беріп жатыр. Ақылбек Қажығұлович. Оны өздеріңізбен бірге талқылап жан-жақты қарастырамыз. Енді бірінші сұраққа келетін болсақ, әрине бұл шынайы әлеуметтік қомақты қолдау жасау үшін ол тек қана бір заңмен ғана шешілмейді ғой, өзіңіз білесіз. Бізде мына жерде қосымша ұсыныстар болған, бюджеттік кодекске де кіру. Бюджеттік кодекстің ішінде жаңағы 5 жылдық қаржыландыру, тағы да басқа ұсыныстар болды. Енді бұл жерде әртүрлі пікірлер туындағандықтан кейбір идеялар енбей қалды. Сондықтан бұл да енді талқылау үстінде айқындалады деген ойдамыз. Рахмет. Беріңіздер, рахмет. Жақсы, құрметті әріптестер, енді тағы да бір-екі сұрақ қана қалды ғой деймін, сосын аяқтаймыз. Депутат Әлішев Қазбек Құрманғалиұлы. Менің сұрағым жаңа Жұлдыз Досбергенқызының сұрағына ұқсас. Мына жер қойнауын пайдаланушылар 1% айналымдағы қаражатын ғылымға жұмсайды, яғни өздерінің аффилированный жаңағы ғылыми институттар барлары ғылыми институттар арқылы жұмсайды, ал қалғандары мемлекеттік сатып алуға байланысты арнайы лицензиясы бар мекемелермен жұмсайды. Осы жерде сұрақ, неге біз осы Нью-Йоркқа бөлінетін мына қаражатын арнайы ұлттық ғылым академиясының қорына аударыптаймыз да? Сол себептен елімізге қажетті ғылыми жұмыстарға осы ұлттық ғылыми академиясы арқылы қаржыны неге қарастыруға болмайды осы заң аясында? Осындай өзгерістер қолға алынуға не кедергі болып тұр? Енді бас кезіндегі сол қыркүйек айындағы нұсқада сол қаржыны біз ғылым қорына аударайық деген ұсыныс жасағанбыз. Ол жерде КСН жаңағы контрольный счета наличности деп Минфинмен талқылаған болатынбыз. Кәдімгі бюджеттік кодексте сол ұсыныстарда қарастырылды. Өкінішке орай енді бұл жерде кішкене саяси шешім керек болып тұр. Өйткені қазіргі самұрық қазынаның ішіндегі өзі ұлттық компаниялар ішіндегі өзінің орталық ашып алған болатын. Соның деңгейінде зерттеулер солай өтеді. Сатылым да жаңағы үйлестіруде. Ал енді бұны жалпы жүйелі тұрғыда шешу керек болатын болса, мына үкімет тарапында үлкен талқылау барысында өзі цифрландыру министрлігінің өкілі отыр. Біз үлкен кеше ғана талқылаған Смышляева ханымның заңнамасына тұру, это единое окно инновационной деятельности деген. Соның шеңберінде келешекте сол жаңағы тапсырыстар бола ма деген күтілуде. Солдың кейбір идеологиясы осы жерде де жазылған. Енді бәрі сол заңдар бәрі қосылу керек қой. Бір артикельдік болып көрініп тұрған шығар, бірақ енді ол идея сондай. Но здесь, коллеги, надо понимать, кто плательщик 1% за недропользование. Если посмотрите эти компании, вы увидите, что там огромное лобби и огромное противодействие. И вы найдете сразу ответ на вопрос, почему поручение президента, в том числе о централизации всех этих выплат, до сих пор не исполняется. Несколько было попыток, несколько было поправок, но эти поправки никак не находят своего решения в виде конкретной нормы в законе. Поэтому здесь надо искать конкретно в лобби крупных компаний, плательщиков, которым выгодно, что они на сегодняшний день 1% перечисляют аффилированным своим компаниям, дочерним организациям во многом.
Поэтому, конечно, они не хотят. И здесь, конечно, наверное, нам надо будет наверняка в рамках рабочей группы поработать, потому что поручение президента есть, политическое решение в целом навести порядок имеется. Ну, нам надо будет проявить волю и принять соответствующие решения. Құрметті әріптестер, ары қарай жалғастырайық. Депутат Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы. Рахмет. Баяндамашыға сұрағым. Бұл заң бұрынғы заңнан өзгерек дегенмен ғалымдарды қуантатындай жаңа тың нормаларды көре алмай отырмыз. Құрметті баяндамашы, мына бізде осы бұрын кеңес үкіметінің кезінде орысша білмесең адам болмайсың деуші еді. Қазір ағылшынша білмесең ғалым болмайсың деген принцип күш алып бара жатқан секілді. Мына жаңа сіз баяндамаңызда өзіңіз айтып кеттіңіз ғой. Бүгінгі таңда жас ғалымдардың саны азайып бара жатыр деп. Азайып бара жатқан жоқ. Азайып бара жатқаны бір, екіншіден қартайып бара жатыр. Жастар неге ғылымға аз келеді десек, оның бірнеше маңызды өзіндік себептері бар. Оны жаңа біразын менің әріптестерім айтып кетті. Олардың әлеуметтік пакетінің дұрыс болмауы, әлеуметтік жағынан дұрыс қорғалмауы, жас ғалымдардың көбісі сандалып баспанасы жүргендігі, осының барлығы маңызды. Сонымен бірге біз мына жас ғалымдарды докторантураға түсу үшін де, одан кейін ғылыми дәрежесін қорғау үшін де шетелдік Scopus'та мақала жариялауды, ағылшын тілін білуді міндеттеп қойдық, соған байлақ қойдық. Әрине, жас ғалымның шет тілін, ағылшын тілін, француз тілін білгені маңызды, оның мүмкіндігін арттыра түседі. Ол бірақ аяғынан байлайтын негізгі талап болмау керек қой. Мысал үшін, біріншіден қараңыз, бізде қазіргі таңда жоғарғы оқу орындарында докторантураға түсетін бірінші курстан бастап ғалымдар, мысал үшін, біз студенттерді сол ғалым болуға ішіндегі ең мықтыларын дайындаймыз. Олар магистратураны бітіреді одан кейін. Енді докторантураға түсетін кезде нағыз ғалым болатын балалар түсе алмай қалады. Неге? Жаңағы шет тілін дұрыс білмегендігі үшін, шет тілінен өте алмаған үшін олар докторантураға түсе алмай қалады. Сондықтан мен ойлаймын, осы мына докторантураға түсу үшін шет тілін білу талабы ол негізгі болмау керек, қосалқы болу керек деп ойлаймын. Сонымен бірге мына жаңа Асхат Қанатұлы сізден қойды ғой, осы норма бар ма деп, сіз жоқ дедіңіз. Яғни қазақ филология бойынша, Қазақстан тарихы бойынша Scopus'та мақала жариялау. Енді осы жұмыс тобы барысында, осы заң жобасына, осы норманы кіргізуге сіздің ұстанымыңыз қандай, принципіңіз? Осыны ашып айтып берсеңіз деп ойлаймын. Сосын жаңа әріптесім дұрыс айтты, мына кейінгі кездерде ғылымда сіздер ғылыми гранттардың санын көбейттіңіздер, ол жақсы үрдіс. Бірақ енді осының ашықтығына мән берсеңіздер, мына сыбайластық, таныстық, жемқорлық мәселелері жоқ деп айтуға болмайды. Осыған жауап берсеңіз. Рахмет. Енді жалпы мына PhD-ге түсу, PhD-ден қорғау, ағылшын тілінің енді бастап кезінен бастап талап етілді, соңғы жылдар басталды. Енді бәрінен талап етілу керек па деген сұраққа жауап беретін болсақ, кезінде өзімізде аспирантураға түскен кезде бас кезінде ағылшын емтиханын тапсырған болатынбыз. Одан кейін кейінгі кандидатский минимум тапсырдық ағылшыннан. Бәрі ағылшын талап етеді. Тарихтан да тапсырдық, философиядан тапсырдық. Сондықтан енді Қазақстандағы жасалып жатқан ғылымның жетістіктерін әлем деңгейде оқи біле берудің бір жолы бар. Ол сол ағылшын тілінде жазу. Ал енді қатаңдату түскен кезде солар бейімделіп жақсы бір ғылыми жолға түсу үшін енді әрине қарастыру керек шығар. Ол үшін заңның ішінде бір енді жаңағы заңдамалық актілерде айқындауға болады. Соны біз ойластырып та жатырмыз. Өйткені биылғы нәтижені көріп отырмыз. PhD докторантураға түскен балалардың қиындықшылығын. Екіншісі енді докторантурада қорғату, PhD докторды қорғату деген үлкен мәселе. Дұрыс айтасыз, 22 мыңнан келер жылдар 29 мыңға дейін жеткізу үшін жастарды бірден бір президенттің тапсырмасы бар. 5 мың PhD грантты бөлу деген. Осы ұлттық кеңесте сол тапсырманы алдық. Биылдан бастап соны көбейтпекшіміз. Енді әрине ол жерде қорғағаннан кейін сапалы болса деген ой бар. Сапалылықты қамтамасыз ететін бірден бір жолы жаңағы әріптестер айтқандай, мына нақты өндірістік есептерді шығаратын бір бағытқа сәйкестесек. Бірақ оның ішінде де өздеріңізге білетін әлеуметтік тақырыптар бар.
енді өздеріңізбен ақылдаса қарастыратын шығармыз, бірақ қазірге мен енді оны анау былай болсын, былай болсын деп айта алмаймын, өйткені бұл жан-жақты салалық бір деңгей. Енді соңғы сұрақ, енді сол күнге байланысты мына былтыр желтоқсан айында 22 жылы мен айтып кеттім, қазақ тілі мен Қазақстан тарихына, филологиясына жеңілдік қарастырылды. Өйткені ол бұрында нақты скопус керек болса, қазір ККСО-мен нақты шешіледі журналдармен. Енді мына заңның ішінде қарастыру керек па деп талқыға салғанбыз. Ғылыми ғалымдар қауымдастығымен көпшілігінде ғылым ортақ, оны бөлшектемей қойық деген ұстанымға келдік. Сондықтан енді жан-жақты талқылайық. Мына жерде тағы анықтай түскім келіп отыр, құрметті баяндамашы мырза. Бұл жерде мына скопусқа мақала жариялау деген мәселе осы саладағы үлкен сыбайластықтың, жемқорлықтың етек алуына тікелей әкеліп отыр. Біздің қаншама ғалымдарымыз сол скопусқа мақала шығару үшін ең кемі 500 мың теңгеден несие алып, соған ақша тауып береді. Одан кейін ол мақаласы да шықпайды, іс бітті, қу кетті дегенде қаншама алаяқтарға алданып жатыр. Сондықтан бұл жерде осыған бір тереңдетіп қарау керек деп ойлаймын. Яғни осы филология бойынша Қазақстан тарихы деген секілді ғылым салаларында босату керек меніңше. Рахмет. Құрметті әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Өте жақсы талқылау болды деп ойлаймын. Негізі Дархан Жұмақанұлы өзі белгілі ғалым. Осы саланы өте жақсы біледі, сондықтан біздің үмітіміз бар. Осы жұмыс тобында министрлік атынан жұмыс істегеннен кейін, проблемаларды өзі жақсы білгеннен кейін, бірге жақсы жұмыс істеп, жақсы нәтижелерге қол жеткіземіз деп. Енді келісу кезінде де түсіп қалған нормалар туралы біз білеміз. Сондықтан әрине бұл да біз жұмыс істеуіміз керек. Енді өкінішке орай декларативті нормалар өте көп. Осы нормалар бойынша біз нақты инструменттер дайындауымыз керек. Және де қазіргі уақыттағы ғалымдарымыздың 10 басты проблемасы десек, сол енді 10 басты проблемаға бұл заң жобасында жауап бар ма? Сол проблема шешетін нормалар бар ма десек, өкінішке орай жауап беру өте қиын. Өте қиын. Сондықтан әрине осындай сұраққа жауап бергенде, бұл проблемалар, басты проблемалар шешіліп отыр деп жауап бере алатындай, біз жұмыс тобында тиісті жұмыс атқарамыз деп ойлаймыз. Сондықтан құрметті әріптестер, жан-жақты бүгін талқылау болды. Барлықтарыңызға алғысымды білдіргім келеді. Осымен онда бүгінгі таныстырылымды жабық деп жариялаймын. Енді жұмыс тобында жұмыс істейміз. Бізде біраз азаматтар Zoom бойынша қатысып отыр. И мы будем работать уже каждую неделю вместе с коллегами в рамках рабочей группы. Всем большое спасибо. Всего доброго.